Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл екінші сынып математика сабағы. Бүгін бізде 80-ші сабақ. Төртке көбейту кестесі. Бүгінгі сабақта сен санды төртке көбейту кестесін құруды және оны қолдануды үйренесің. Сабақты бастамас бұрын менің арнама тіркеліп, лүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті сабақтарды бірге орындайық. Нөмірі бірінші есеп. Суретті және үлгіні пайдаланып, өрнектердің мәнін тап. Үлгіге назар аударайық, балалар. 4 қосу 4 қосу 4 қосу 4, яғни 4-ті 4 рет қосқанда 4 көбейту 4 тең 16-ға. Келесі 5-ті 4 рет қосқанда, яғни 5-ті 4-ке көбейтеміз 20-ға тең. 6-ны 4 рет қосқанда 24-ке тең, яғни 6-ны 4-ке көбейтеді екенбіз. 7-ні 4 рет қосу, яғни 7 көбейту 4 тең 28-ге. 8-ді 4 рет қосу деген 8-ді 4-ке көбейту тең 32-ге. 9-ды 4 рет қосу, яғни 9-ды 4-ке көбейтеміз тең 36-ға. Нөмірі үшінші есеп. Санды 4-ке көбейту кестесін пайдаланып, кестелерді толтыр. Бірінші кесте балалар, яғни 4 санына көбейтеміз. 4-ті 5-ке көбейтеміз 20-ға тең. 4-ті 6-ға көбейтеміз 24-ке тең. 4-ті 7-ге көбейтеміз 28-ге тең. 4-ті 8-ге көбейтеміз 32-ке тең. 4-ті 9-ға көбейтеміз 36-ға тең. Келесі 16 сан, яғни бос орын 16 деп тұр. 16-тан 4-ті бөлеміз 4-ке тең. Келесі 20-ны қоямыз. 20-ны 4-ке бөлеміз 5-ке тең. 24-ті 4-ке бөлеміз 6-ға тең. 28-ді 4-ке бөлеміз 7-ге тең. 32-ні 4-ке бөлеміз 8-ге тең. 36-ны 4-ке бөлеміз 9-ға тең екен. Нөмірі 4-ші есеп. Мысалдарды шығар. Үлгіге назар аударайық, балалар. 20 көбейту 4, яғни 2 ондыққа 4-ті көбейтеміз 8 ондық. 8 ондығымыз 80-ге тең. 800 бөлу дегеніміз 800-діктен 4-ті бөлеміз 200-дік. 200-дік 200-ге тең. 50-ді 4-ке көбейтеміз, яғни 50 5 ондыққа тең. 5 ондыққа 4-ті көбейтеміз 2 ондық. 20 ондық. 20 ондығымыз 200-ге тең. 200 бөлу 4, яғни 20 ондықтан 4-ті бөлеміз 5 ондық. 5 ондық 50-ге тең. 20 литр көбейтеміз 4 тең 80 литрге. 80 метрді бөлеміз 4-ке тең 20 метрге. Нөмірі 5-ші есеп. Есепті шығар. Білекпен күш сынасу ойынына 4 топтан құралған ойыншылар қатысты. Әр топта 6 ойыншыдан бар. Ойынға барлығы неше адам қатысты? Есептің қысқаша берілген жазып алайық, балалар. Әр топта 6-дан, яғни 6-дан ойыншылар қатысты. Топ саны 4 екен, бізге барлығы қанша ойыншы қатысты, соны табу керек екен, яғни адам. Шешуі. 6-ны 4-ке көбейтеміз 24. Жауабы барлығы 24 адам қатысты. Нөмірі 6-шы есеп. Өрнектерді салыстыр. 7 көбейту 3 артық 7 көбейту 2-ден. 6 көбейту 3 артық 60 көбейту 3 артық 60 көбейту 2-ден. 4 көбейту 3 артық 4 көбейту 2-ден. 6 қосу 3 кем 6 көбейту 3-ден.
Нөмірі 7-ші есеп. 7-ге де 3-ге де бөлінетін ең кіші санды тап. Бірінші балалар 4-ті 2-ге бөлек 2-ге тең, 12-ні 2-ге бөлеміз 6-ға тең, 10-ды 2-ге бөлеміз 5-ге тең, 6-ны 2-ге бөлеміз 3-ге тең. 12-ні 3-ге бөлеміз 4-ге тең, 9-ды 3-ге бөлеміз 3-ге тең, 6-ны 3-ге бөлеміз 2-ге тең. 2-ге де 3-ге де бөлінетін сан ол 12, 6 екен. Ең кішісі 6-ға тең екен. Нөмірі 8-ші есеп. Өрнектердің мәнін тап. 5 көбейту 4 тең 20-ға, 200 көбейту 4 тең 800-ге, 28 бөлу 4 тең 7-ге, 32 бөлу 4 тең 8-ге. 8 көбейту 4 тең 32-ге, 9 центнер көбейту 4 тең 36 центнерге. 20 бөлу 4 тең 5-ге, 36 дециметр бөлу 4 тең 9 дециметрге. Кім жылдам? Нөмірі 9-шы есеп. Өрнектердің мәнін кему ретімен қойып, мақалды оқы. Оның мағынасын қалай түсінесің? 36-ны 4-ке бөлетін болсақ, 9, күші, 3-ті 4-ке көбейтеміз 12, халықтың, 8-ді 4-ке бөлетін болсақ, 2, бірліктері, кему реті 12, 9, 2. Халықтың күші бірлікте деген мақал шығады екен. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.